Ұлы Орда күші. Жүз дегеніміз орысша лик, адамның бет жүзі. Ұлы, орта, кіші емес. Старший, средний, младший емес. Ұлы деген сөз великий болады. Дұрысы ұлы жүз, великий лик. Орда жүз, ордалы ел, цитадель. Кіші жүз, сильный лик. Сонда бір тұтас сөз шығады. Ұлы Орда күші, бір тұтас ел. Мынау мән берген адамға өте маңызды ақпарат. Кезінде осыны әдейі бұзып бұрмалаған. Разделяй и властвуй деген қағидаға сүйеніп, қазақ 300-ге бөлінеді деп жазған кезіндегі отаршылау саясаткерлер. Сонымен солай кетті емес па? Қазақ деген ұлтты қырғыз деп атағандардан не сұрайсыңдар? Осыны қазақ түсінуі керек. Сондықтан біз ұлы жүз, орда жүз, кіші жүз болып 300-ден құралған ұлы Орда күші екенімізді жастарға көбінен насихаттасақ, олар болашақта бөлінбей бір тұтас ел болуға ұмтылады деп сенемін. Кезінде осыны қолға алып, қазақта нақты жазатын адам болмады емес па? Сондықтан Тянь-Шанский Семен сияқтылардың жазып бергендеріне еріп, қалың қазақ қараңғылықтың салдарынан адасып кетті емес па? Аңқау елге арамза молда демекші, шынында да ұлы деген сөз орысша старший емес, великий болады. Ал анау великий болса, онда қалғандары қалай средний и младший болады? Осы жерде сол ғұлама сымақтарға неге қазақтар «Куда делась теория относительности» деген сұрақ сауал қоймаған десеңіздер, тағы да қара халықтың еркіншілігінің салдарынан мән бермегенінен адастық. Сол кезде ұйықтап кеткенбіз, әлі ояна алмай жүрміз. Ұлы Орда күші дегенді кеңінен тарату керек. Оянатын кез жетті. Тура осы қағида қазақтың басын қосуға ықпал етеді. Ешкім ешкімнен үлкен де, кіші де емес. Барлық қазақ тең. Бір атаның баласы. Біз бір тұтаспыз. Бөлінгенді бөрі жейді. Автор Иманғали Тасмағамбетов.